Сәлем қыздар, есімім Әсел. Дәмді және тез жасалатын асханаға қош келдіңіздер. Бүгін біз солянка тамағын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыз. Байқаңыздар, лук күйіп кетпеу керек. Одан кейін біз соленый огурцты қосып, араластырып, бұны тағы бір қабат қуырып аламыз. Қуырылып жатып, сосын кейін біз томатты қосып, тағы қуырылады. Бұл одан кейін жаңағы туралған колбасаның түрлерін салып, оны тағы қуырып аламыз. Колбасаны желательно копченый болса, вареный, әртүрлі болғаны жақсы. Одан кейін бізді асылған етімізді тағы 4-5 толып турап, оны үстіне қосып, осылай начинкамен араластырып, қуырып алуымыз керек. Одан кейін бір 10 минуттан кейін бұл жаңағы солянканың құрамын қазандағы сорпаға саламыз. Одан кейін бұл деген бір борқ етіп қайнау керек. Бір 5 минут, 10 минут максимум. Бірақ сіздерге айта кетерім, тұздамаңыздар. Өйткені еттің тұзына салған тұз жетеді негізі. Өйткені қуырғандағы огурцтың тұзы күшті болады. Енді бұның бәрі тұрғаннан кейін солянкамыз дайын. Сізге рецепт ұнаса, жазылып кетіңіздер. Бұдан да дәмді, әдемі рецепттер салуға обещаю.